Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен пахлаван жасап үйренетін боламыз. Ең алдымен бізге 500 грамм ұн, 200 грамм сары май, 4 жұмыртқа, 1 қасық сода, 200 грамм жаңғақ, 200 грамм қаймақ және 200 грамм қант қажет болады. Және соңында бетіне құю үшін 150 грамм бал қажет. Қыздар, біз ең алдымен ұнға сары майды теркадан өткізіп алатын боламыз. Бастысы сары майымыз еріп тұрмау керек, морозилкадан шыққан сары май болу қажет. Енді сары майды теркадан өткіземіз. Сары майды теркадан өткізіп алдық. Енді барлығын бірге қолмен араластыратын боламыз. Сары май ұнға толықтай араласып кетуі қажет. Сары май мен ұнды бірге араластырдық. Енді осы біздің тестамызға біз 4 жұмыртқаның сарысын қосатын боламыз. Сары май мен ұнды бірге араластырып алдық. Енді жұмыртқаны қосатын боламыз, бірақ бізге ең алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып шығу керек. Біз қазір қамырымызға тек қана жұмыртқаның сарысын қосатын боламыз. Жұмыртқаның ағын алып қоямыз. Бұл қазір ішіне қосылуы қажет болады бізге. Сарысын қосып алған соң бізге енді 200 грамм қаймағымызды қосатын боламыз. Қаймақтың үстінен 1 қасық сода қосамыз. Енді осының барлығын бірге араластырамыз. Біздің қамырымыз кішкене сұйық болып жатыр. Бізге егерде бұл қамырға айналмай жатса, үстінен ұн қосуға болады 100 граммдай. Қазір біз ұн қосатын боламыз тағы үстіне. Қамырды қазір илеп болды. Енді бұның бетін жауып, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Қыздар, енді біз қамырдың арасына салатын начинканы дайындап аламыз. Ең алдымен бізге жаңғақты майдалап алу қажет. Ол үшін кондитерский мешоктың ішіне жаңғақты саламыз. Және кез келген қатты затпен майдалап алатын боламыз. Жаңғақты майдалап алдық. Енді жаңағы 4 жұмыртқаның ағына біз сахарды, қантты қосып, екеуін бірге миксерде айналдыратын боламыз. Ең алдымен жай жылдамдықпен бастаймыз. Кейін жайлап жылдамдығын қосатын боламыз. Сахар мен жұмыртқа екеуі бірге араласып кетіп, көпірік күйіне болғанға дейін араластыратын боламыз. Осымен жұмыртқа мен шекер араласып болды. Енді бұған майдаланған жаңғақтарды қосатын боламыз. Және барлығын бірге араластырамыз. Осымен қамырдың арасына қосатын начинкамыз дайын болды. Қыздар, біз қамырды холодильниктен алдық. Енді осы қамырымызды біз 4-ке бөліп алатын боламыз. Әр қамырдың салмағы 250 грамм болу қажет. Яғни 4-ке бөліп аламыз, ровно қылып. Қамырдың әрқайсысын бөліп шықтық. Қазірше қалған үшеуін осылай домалақтап бөлек қоя тұрамыз.
Енді қамырды барынша жұқа қылып жаямыз. Қыздар, біз қамырды 4 бөлікке бөліп осылай жайып алдық. Мен қазір табанның бетіне пергаментті төсеп, бетіне қамырды жайып, 150 грамм начинканы құйдым. Енді осы начинканы жайып шығамыз. Бетіне тегістеп барлық жеріне бір қалыпты жағамыз. Так, бәрін тегістеп жағып шықтым. Енді келесі қамырды бетіне жайымыз. Барлығын бетіне жайып шықтық. Енді осы пахлаваның шет-шеттерін қайырып шығатын боламыз. Шеттерін барлығын қайырып шықтық. Енді бетіне жұмыртқа жағардан алдым. Бетін кесіп шығатын боламыз. Енді кесіп болған соң бетіне жұмыртқаны ағын жағып шығатын боламыз. Жұмыртқаны бетіне жағып болған соң беттеріне жер жаңғақты қойып шығатын боламыз. Енді біз пахлавамыздың үстіне кез келген сухофруктыды қоя берсек болады, жаңғақ немесе миндаль қойсаңыздар болады. Әр бөлігіне осылай жаңғақтарды қойып шығатын боламыз. Осымен біз 180 градуста қызып тұрған духовкаға 20-30 минутқа пахлавамызды жіберетін боламыз. Қыздар, біз пахлаваны беті қызарған соң оны печкадан алып, бетіне 150 грамм бал менен 50 грамм сармайды ерітіп құятын боламыз. Бетіне құйып алып, тағы да печкаға 5 минутқа жібереміз. Қыздар, бүгін міне пахлаваны пісіріп бітірдік. Қазір кезде ең сұранысқа ие болып жатқан тәттілердің бірі. Жасалу жолы өте оңай және тез жасалады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Қыздар, осымен біздің онлайн сабағымыз бітті. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Ұнаса жасап көріп, суретін инстаграмға салып, мені белгілеңіз және отзыв қалдырсаңыз, мен өте қуанышты болатын едім. Алдағы уақытта басқа да онлайн курстарда кездесеміз деп ойлаймын. Рахмет, егер де соңына дейін қарасаңыз.